Ұлы жас патшайым. Ертеде Каспия атты ұлы патшалық болыпты. Күндердің бірінде патша мен патшайым қайтыс болып, патша басына қара бұлт төніпті. Олардың 10 жасар Сафия есімді жалғыз қызы мұрагер болып қалады. Каспияның ендігі тағдыры не боларын ешкім білмей мұңаяды. Зұлым уәзір Заран осындай боларын білетін. Біз кішкентай қызға тәж кигіземіз. Патшалық халқы оның қандай аянышты билеуші екенін көреді. Мен оларға бұл Каспияның игілігі үшін деймін. Солайша бәрі менің бақылауымда болады, дейді Заран. Сол түні Сафияға тәж кигізілді. Сафия Каспия патшайымы болды. Кішкентай патшайым таққа отырғанда мүйіздер тартылып, дауылпаздар ойналды. Ол ата-анасының өлімі есіне түсіп, жарасы жаңаланып, қайғырып, қорқып қобалжыды. Заран оның көзіндегі қорқынышты көріп жымиды. Менің патшайымым, алдыңызда бас иіп уәде беремін, соңғы демім қалғанша сізге қызмет етемін, дейді Заран. Мүмкін болса мен өз бөлмеме тыныштыққа барайын, дейді жас патшайым ыңғайсыз. Әрине, ұлы мәртебелім, қызметші, оны бөлмесіне күзетіп салыңыз, дейді Заран. Заранның жоспарлары жүзеге асып жатқанынан қуанды. Ол күткендей Сафия әлі бала, ол патшалық істерін алыс болды. Ол көп уақытын бала күтушімен өткізетін еді. Бұл кезде Заран халықтан алынатын салықтарды патшайымның бұйрығы деп 3 есеге көтеріп, бұйрықтарды орындамаған бейшара халықты жазаға тартып жатады. Каспияға қара бұлт төніп, адамдары жеңіл жазалар үшін де жазаланып азапталды. Еркіндік өткенде қалды. Ең жаманы бұл патшайым Сафия есімімен істелініп жатыр еді. Сафия білместен өмір сүретін. Ол оның халқы сарай қабырғаларын артында зардап шегетінін білмейтін еді. Бірақ бір күні Сафия кішкентай мысығын қуып келе жатқанда, ол патша залына кіріп, Заранның алдында тізерлеп тұрған қолы шынжырлы адамды көреді. «Ой, не болып жатыр?» деп сұрайды Сафия. «Ұлы мәртебелім, сізді уайымдататындай маңызды ештеңе емес. Бұл шүкірсіз адам сізді жамандады, біз оны шешеміз», дейді. «Қалай шешесіз?» «Патшайым, оны дарға асамыз», дейді Заран. Деп қорқып кетеді Сафия, жақындап келіп, «Сіздің есіміңіз кім?» деп сұрайды тұтқындалып тұрған адамнан. «Филипп», деп жауап береді. «Филипп, сен мені жамандайтындай не жамандық жасадым?» деп сұрайды Сафия. «Сіздің билігіңізде бақытсыз екенімізді көрмейсіз бе? Менің әйелім мен қызым аштықтан өлгелі жатыр. Өйткені мен жұмыс жасаймын. Ал біздің барлық тапқанымызды салық ретінде аласыз», дейді Филипп. «Доғар, әйтпесе басыңды шабамын», дейді Заран ашуланып. «Заран, тыныш», деп қайтарады патшайым. «Сен боссың, Филипп, кете бер. Заран, өтініш, оның отбасы үшін керекті азық-түлікті жеткізіңіздер», дейді Сафия. Заран амалсыз көнеді. Филипптің босалғанын көріп, тістерін қайырды. «Заран, ол қандай салықтар жайлы айтып тұр?» дейді патшайым түсінбей. «Ой, маңызды емес, патшайым, барлық азаматтар төлейтін жай салықтар ғой», дейді Заран. Сафия үндемеді. Заран ұсталып қалмағанына қуанып, тез бірдеңе ойластыруым керек деп, түнде атқа отырып, патшалықтан шығып кетеді. Сафия Филипп жайлы көп ойлай бастады. «Патшайым, не болды, уайымдап отырсыз ғой?» деп сұрайды күтуші. Сафия бәрін айтып береді. «Сіз өте дұрыс жасадыңыз, бірақ бұл біреуі ғана», дейді күтуші. «Қалайша?» деп сұрайды Сафия. Күтуші патша мен патшайым өлімінен кейін не болғандарын бәрін айтып береді. Жас патшайым таңданып көзінен жас аға бастады. «Білемін, сіздің жасыңызда барлық жауапкершілікті алу оңай емес, бірақ қазір тек сіз ғана халқыңызды құтқара аласыз», дейді күтуші. Келесі күні Сафия мен күтуші қарапайым киініп, халықтың қарапайым базарына барады. Ол жерде әскерлерді көреді. «Дәл қазір салық төлемесеңіз, қамшымен сабаймын», дейді әскер. «Бірақ менде ақша жоқ қой». «Маған бәрібір», деп жатқан әскерлерді көрді. «Тоқта, оны бұлай жазалай алмайсың.
оны патшайымға апару керек. Кет, кішкентай қыз, дейді әскер. София бетпердесін ашып өзін көрсетеді. Әскердің түрі өзгеріп кетеді. Патшайым, сендер менің атымнан салық жинап, оларды жазалай алмайсыңдар, деп қамшыны алып қарапайым адамға береді. Міне, алыңыз, сізге не істемек болған болса, сіз оған соны жасаңыз, дейді София. О, жоқ, біз ондай жауыз емеспіз. Біз тек қана бақытты өмір сүруді қалаймыз, зорлық-зомбылыққа қарсымыз, дейді. Көрдің бе айырмашылықтарыңды? Ұялмайсыңдар ма? Сен ұрмақшы болған адам сені ұрудан бас тартты. Кешіріңіз, патшайым, дейді әскер. Барлық жаңа салықтар жарамсыз деп жариялансын. Кімнің жалақысы аз болса, салықтардан босатылсын, дейді София. Ал бізше 3 есе көп салық төлейтіндер, біздің ештеңеміз қалмады, дейді бірі. Барлық шенеуніктер жемқор, бірақ әділдік оларды жеңеді, дейді. Филипп, сен менің кеңесшім және қаржы министрім боласың ба? Егер қаласаң, дейді София. Таңдана қуана келіседі. София мен Филипп сарайға қайтып салықтар туралы сөйлесті. Тексере келе жиналған салықтардың жартысынан көбі сарай қазынасына түспеген. Олар шенеуніктердің қолында екенін біледі. Филипп, салықтарды алған шенеуніктерді тауып алып кел, дейді София. Филипп әскерлерден сүрістіріп шенеуніктерді алып келеді. Барлық шенеуніктер патшалықтан қуып шығарылады. София Заранды шақыртады, бірақ Заранды еш қайдан таппайды. Соңғы күндер София жаңа реформалар жасайды. Ол ұлы жас патшайым атағына ие болады. Бір күні Каспияға көрші елден шабуыл жасап әскерлер келе жатқаны хабарланады. Патшайым, Стопия бізге бастырып келеді. Оларға Заран мен біз қуған шенеуніктер көмектесіп жатыр екен, дейді Филипп. Енді не істейміз, Филипп, дейді София. Уайымдамаңыз, өзім кірісемін, деп барлық халықты алаңға жинады. Біздің патшалық пен патшайымға қауіп төніп тұр. Дұшпандар бізден 2 есе көп, бірақ біздің жеңуге мүмкіндігіміз бар, дейді Филипп. Қалайша, дейді халық. Патшалығымыз үшін күресетіндер бар ма, дейді Филипп. Я, деп халық шулай бастайды. Стопия жақындап келгенде адамдар найзаларымен алдынан жүгіріп шығады да, рахмет саған, Заран, Стопия патшалысын бізге ұстап әкелгенің үшін рахмет, деп жан-жақтан айқайлай бастайды. Стопия патшасы есеңкіреп қалады. Заран, сен мені алдадың ба, дейді. Жоқ, олай емес, патшам. Сен бұл үшін жауап беретін боласың әлі. Әскерлер, шегінеміз. Стопия әскерлері қайтып шегінеді. Ортада қорқып Заран қалды. Ол қашып барып София алдына кездесіп қалады. Сен қаша алмайсың, дейді София. Кешіріңіз, патшайым, деп жалынады Заран. Кейбір адамдар кешіруге лайық емес. Оны түрмеге тастаңдар, дейді София. Солайша София ең кіші ұлы патшайым болып әлемге әйгілі болды.